Сәлем достар, бүгін сіздермен бала кезіміздегі хит болған торттардың бірі Гагарин тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараймыз. Бүгін бізде ерекше пирог болады. Бізге қажетті жұмыртқа, сгущенка, сода мен уксусты араластырып дайындап алдық. Бұл жерде бізде сұйық май, сосын ұнымыз. Ендеше кеттік. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз да, жақсылап бір келкі масса болғанша әбден араластырамыз. Одан кейін үстіне сгущенкамызды саламыз. Сосын бізге қажетті сұйық майымызды құямыз. Одан кейін алдын ала дайындалған сода мен уксусымыз араласқан массаны құямыз да бір келкі сұйық масса шығарамыз. Одан кейін бізге ұн қажет болады. Ұнды видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Үшке бөліп миксердің көмегімен араластырып тұрасыздар. Бір келкі қоймалжың масса шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Бізде табамыздың размері 22 сантиметр. Енді біз начинкасына кірісеміз. Ыдысымызға 400 грамм 20% сметана, яғни қаймақ. Одан кейін 4 ас қасық шекер салып, шекер ерілгенше араластырып дайындап қоямыз. Піскен тестамызды әбден суығаннан кейін формасынан аламыз да, осылай екі бөлікке бөліп дайындайсыздар. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын мұқият жасаңыздар. Біздер өстіп тестаны екі бөлгеннен кейін ыдысымызға астыңғы бөлігін салып, одан кейін ортасына сұйық массамызды құямыз. Тортымызды біртіндеп жинайтын боламыз.
тортыңыздың бетіне өзіңіз қалаған любой ганашты жасасаңыздар болады. Мен сол бала кезде қалған рецепті бойынша жасадым. Бізге 100 грамм сары май, 4 ас қасық секер, сосын 8 ас қасық сүт қажет және 4-5 қасық какао қажет болады. Осының барлығын қысқа толқынды пеште жібітіп алып, тортымыздың бетіне құямыз да холодильникке, яғни тоңазытқышқа 5-6 сағатқа салып аламыз. Әбден мұздаған тұрған пирогымызды қонақтарға салқын күйінде ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өзі жып-жұмсақ, тәп-тәтті ерекше пирогтардың бірі Гагарин тортын алдағы уақытта жасап жатсаңыздар, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Рахмет.